Ау, айта алмайсың бауырым сөзің дөктей, мұрыныңның астына көзің жетпей. Шабытың келмей тұрса қинай берме, жазықсыз домбыраны безілдетпей. Сөзіңде болса деймін мағына бір, алыс кетсең ағаңды сағына біл. Бірден күдер үзбейік, не де болса ыңғай беріп көрейін тағы да бір. Бұл сенің көсілетін жерің еді, маңдайдан сорғалайтын терің еді. Осындайда халыққа ұнамасаң, ағайын жұрт сыртыңнан не біледі? Арғымақты арбаға жегіп қойсан, тертенің екі басын кеміреді. Өзің үшін ақындығың кімге керек? Төгілетін мұндайда жөнің еді. Ендеше ағайын жұрт күтіп отыр, шама келсе Арғынбек төгіледі. Өзім үшін жайылдым дегенменен, Қошқарда қонақ үшін семіреді. Жырлайтын түрің бар ғой таңнан таңға, сөз айттың өтетұғын жаннан жанға. Қошқарға теңедің бе Арғынбекті? Сөз тапқан мұқтардайын тарлан бар ма? Еркек тоқты құрбандық болып кеткен, қайраттай Қошқар болсам, оу шіркін, арман бар ма? Әрайдым, 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 әрайдым. Ақындар орын алса анық төрден, дұрыс сөз айтайықшы дәріптелген. Менің ырза болғаным ағайынға, қиқулап ақынына шабыт берген. Біздің мынау Маңғыстауда бұған дейін айтыс деген ұл өнерім қалып келген. Бұл өнер ұлы мұра емес педау, болашақ ұрпақ үшін бағыт берген. Біз қашаған Қалнияздың ұрпақ едік, толқыны теңіздейін ағып келген. Алдымыздан бөгет шығып тұрып қалдық, сол бөгетті сендерсіңдер жарып берген. Сендерсіңдер мерекеде айтыс қылып, төленерге қайтадан жарық берген. Қаласына той жасап, және дағы даласына ұл өнерді, оу шіркін, алып келген. Әрайдым, 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 әрайдым. Мұхтар ағам төленерді дәріптеп мың, сөз айтып ел көңілін жарық еттің. Дәл қасымда менімен айтыс құрып, ағасы ініңді де шабыт еттің. Өзіңді көзбен көріп тұрғасын ба, келіп тұр көк мойнақтай шауып кеткем. Төріме қонақ болып кеп қалсаңыз, тегіммен тарихымды танып кеткен. Әулиелер мекеніне келдіңіз ғой, пірбекеттің басына барып кеткен. Ерлерім Иса Досан батырлардың ерлігінен рухтанып қанып кеткен. Жеті қайқы қайқылық қылған жерде ағасыз деп бір әнді салып кеткен. Тоқ өтері сөзімнің тілегім сол, елімнен шабыттанып жанып кеткен. Айдай әлем батырлығын мойындаған адайлардың алғысын, оу шіркін, алып кеткен. Әрайдым, 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 әрайдым. Ау,
мирас қылар, қасымдағы қимайтын сыйлас бұлар. Арғынбекжан інім боп жүре берсе, ақындықна көңілі қиғаш қылар. Осымен тоқтағаның абырой-ау, әйтпегенде айылын жимас бұлар. Қасына мұхтар келсе көрінеді, болмаса да айылын жимас бұлар. Жетік молда жанына жеткен кезде, кетік молда кітабын жинастырар. Ау солқылдап көпіріңнің басқан жағы, айға болды создың-ау аспандағы. Осылайша ағайын сыналады айтыстың жас бөрілер жас балдары. Алла жазса қыранға айналады бүгінгі ақтауыңның қасқалдағы. Шықпай жатып сойылам деп отыр ғой, арылмайтын жігіт-ау бастанғаны. Арт жағыма қараймын алыстардан Арғынбектің көрінеді ақшаңдағы. Осы жерден тоқтайық олай болса, ренжімесін бәйгеге қосқан жағы. Болмайтын нәрсе өзі болмайды екен, борбайыңды қамшылап шапсаңдағы. Алла деп алға қойған мұраты көп, ағайын Мұхтар деген бір ақын ек. Маңғыстаулы халыққа ризамын, сыртымнан жүретұғын дұға тілеп. Адайымның алғысын алшы дейсің, Мұхтардың мұлда қойған мұраты көп. Алғысын әлде қашан алдым елдің, сыртымнан жүрет тілек сірә тілеп. Тоқтап қалған айтысқа қан жүргізген, атқа мінген ағаларға рахмет ай. Жақсы бол. Яқта, менің сыртымда да бастықтарым тұр. Сәния деген қарындас бар, облыстық мәдениетін басқарып отырған. Созып көтілді мен мазамдарды. Жеребе деген соқыр ғой енді. Қазақстанның бірінші ағына Мұхтар Ниязов, алтын домбыраның 2 мәртеге кірем, мынау жас бала. Осындай айтыс болды. Қайтесіздер? Қазақ алғасы. Қайда қарайсыздар? Арғынбек. Арғынбек Қалбаевтың өнеріне баға беріңіздер. 2839. Мұхтар Ниязовтың өнеріне. Қазақстанның үлкен ақыны. 2910. Келесі ақындарды жеребе жолынан анықтаймыз. Мына жерде 8 ақын, мына жерде 8 ақынның аты жөнін жазылған. Залдан кез келген адамдар көтеріп беріңіздер, соны көп айтысады. Ақындар ентелеп тұр, кімнің жеребе шығар екен деп. Қандай қарайсыздар? Кел айында. Кез келгенді көтеріп бер. Кез келгенді алып көтеріп бер. Ай сарап. Анады, маған бір. Бұл Маңғыстаудың ақыны Фархат Мұсаев болсаға шығарады. Бұл Алматыдан келген, Алматыдағы Алатау дәстүрлі өнер театрының айтыскер ақыны Шұғайып Сезімхан Алматы, ар жағы Монғолия. Фархат Мұсаев, Шұғайып Сезімхан. Шығайып болып қалдау қарсыласым, айтыста сеніп жүрген зор күшіне. Суырды бір інім кеп жеребені, жақсылық жамандықтың белгісіме. Айтысым сәтті шығып кетіп жатса айтамын рахмет ол кісіге. Ал енді сәтсіз болса бұл айтысым, обалы ағайындар сол кесе.
қашаған қар өлеңді қатеппін ар абыл мен ақтан сөздің абаданы жыршығыл нұрым шалдың насихаты шырағын шариғаттың жағадәлі жырларын аралбайдың тыңдаған жан өзіне рухани нәр алады мен үшін бес жүйрігім бес қарудай бағасын алты алаштан алады әлі дауызын алды қырдан арасырған өнердің жеті қайқы қаранары ассалаумағалейкум сәлем бердім әдеппен қанға сіңген бабадағы тараған келім берді құдай кеден аман ба сегіз арыс балалары қарсыласым шұғайып ақтауға келген қонақ-қонақсың саған барлық құрметім қонақ болып ай келген соң қош келдің айту міндетім қайраты қара теңіздей қара көшім өгіздей мықтылармен талай ай белдестің ескерді бірақ қояйын мені де сен білесің ердосаммен жерлеспін құлбар ақпен ай елдеспін қиқулап қалқымай отырсаң намысты қолдан бермеспін сойқан айтыс басталды айыр алмас енді ешкім тәуекел тасты жұтайын ажалым жетпей өлмеспін шын құйрық шапқан кезде болар құйын қадымын қарсыластың мен аңдиын берейін осыменен кезегімді кетермін іліп алып судан келген өлгел жатқан текедей бақырасың батырлармен ойпырай батырлармен жерлеспін деп бауырым мақтануды қатырасың батырмен жерлес болсаң нағылайын көкөктей озатыңды шақырасың бауырым чектен шығып мақтан башы қазір сен жебедей боп атыласың көпіріп көбік қылып жібердің ғой ақсуаттың ақтауымның әдемі сахнасын ай дүние дөңгелейді ұршықтардай сыйласып айты сайын ұрсып қалмай батыстың сегіз бірдей ақынының қырсығымен жолықтым қырсық қандай еліспенен айтысқым келіп еді ол арманым тәмам боп тұншыққандай жанарменен айтысқым келіп еді сахнаға көктем кеп гүл шыққандай ортаға суырылып мынау келді отырған орнынан су шыққандай сен шыға келген кезде селкеттім ғой құмыраның ішінен жын шыққандай ай жағасында каспийдей шарайнаның алла деп асқақтасын алай барым армысың арда туған адай жүрді қамалдың талқандаған талайларын маңдала маңғыстауды тартып алып түркіменді түрелеп әр айдадың қазаққа қарсы келген қаскөйлердің сан рет тартқызып ең сазайларын қойныңдағы байлықты қопарып ап астананың салыбек сарайларын
боп туған едің мекендеп Маңғыстаудың маңайларын. Өздеріңді осынша жырлағанда қол соқпай отырсыңдар қалай бәрі. Жүзі кіші болса да жүрек үлкен, ассалаумағалейкум адайларым ай. Аузымнан ағызайын ала қықты, киелі Маңғыстаудай дала құтты. 362 әулие қатар шыққан бұл өлке басқалардан дара тіпті. Қасқа мешіт салдырған Бекет ата басына барғандардың бағасыпты. Абыл ақтан қашаған жырлағанда 3 күн батып және 3 таң атыпты. Бұл жақтың басқа түгіл мұрыны да алталашты аузына қаратыпты. Туастында тулаған мұнау елде туады батыр болып бала төкті. Сіздерге байлық берген жаратқаным бәріңді батыр қылып жаратыпты. Астындағы мұнайды қорғасын деп үстіне адайларды қаратыпты. Ауа өзде үн шығарып домбырадан, жасайын енді алға оңдық адам. Қарсыласқа қайрымсыз ақын едім, тілмен түйреп жырменен бомбылаған. Жарты сағат ширатып алайыншы, бос белбеу ақын болсаң бол бұраған. Сендерден сескенейін деп тұрғам жоқ, 8 түгіл келсе де 11 адам. Батыстан кім шықса да айқасамын, батыстан күн шықпаса болды маған ай. Тыңдасам үнің сенің тіретеді, біресе телефондай шыр етеді. Аға жұғайып айтпасам да айтпаса да белгілі ғой, Парқаттың өр адайға ұл екені. Текеге теңеп отсым сол адайды, ин өткен жермен келіп жіп өтеді. Ағаңыз сол жақтағы теке болса, белгілі інесінің кім екені. Артында шаңын қалдау бұрқыраған, мен емес сен айтқандай қырсық адам. Бірдеңе ойластырып қойғансың ау, мұндағы құпияны білсін. Бір құпияны барлық мұнда білсін адам. Мен айтқан кезде шығып кетіп еді, сен айтқан кезде келдау жүрсін ағам. Еркекке елін сүю парыз болған, сөзінде Ерменбеттің маңыз болған. Қазаққа қазыналы жерді қосқан, бар ұрпақ ер шотанға қарыз болған. Баласы Сеңгірбектің мұрын жырау, қаңтарда жыр бастаса тамыз болған. Сырыммен Байсал бидің дауын шешкен атамыз Атағозы аңыз болған. Шоңайдың билерінің айтқан сөзі Қонайдың ерлігіндей аңыз болған. Сөйлесең аламанды жандырасың, құры үшін қос құлақ. Елбасы жаңдырыңдар деп жатыр.
бабамыздың бар мұрасын біздерде ұлттан малдай қамтыған елдің бергі арғы басын жаққа апарайын айтыстан соң қонақ боп салтанатпен сән құрасын дұға оқып адай шалдың әруағына тәубе етіп тағзым отын жандырасын көргенде көк бұлыған көк бөріні тұранның жұртынан сыр алдырасын құдайге келін берді шежіресін тыңдасаң талай таңды таң құрасын үш күйді көзбен көрсең батасына бақыттан айналады мәңгі басың масайрап қазақ болып туғаныңа қысқасы рухани жаңғыра Ай бауырым жаттанды жүр өріп дедім басыңда жоқ екен қой бөріктерің жеке деп саған қашан айтып едім сен өзі жаттанды шумағыңа сеніп едің жоға десең айтыста келер бұрын түсіңде қошқар жеге көріп едің ақтаудың айтысына жоға десең ешкі бағып алды келіп едің ай мінімді тері болсың чоп секілді сен неге терге болсың соп секілді жанбай қалған шоқтай боп бықсығанша алаулап жанбаймысың от секілді сен айтқанда жүгенге қалды ғой деп айдалаға кетесің доп секілді менің мінім мемлекеттік мәселе емес берекелі сөз айтшы бек секілді одан да мынау елдің жайын айтшы айтатын проблема көп секілді дәл қазір бірақ саған сақинада менен асқан проблема жоқ секілді ал дүние ойлағанға бір бейнет білмегенге бір бейнетең білгендер жаман өмір сүрмейді екен сіздерге бір қызықты баяндайын күлемеген бұған ел күлмеймеген ақш жақта 3 айда ұшақ жеген мишель деген бір адам жүр дейді екен ол адамның аузына әйнек түгіл апырай темір терсек шегеде кірмейді екен несі көп жейтұғын біздегі кей дөкейлер бұл рекордты назарға ілмейді екен бір айда мектеп жеген мен тұрғанда 3 айда ұшақ жеген кім дейді екен асфальттан салынатын жолдың өзін біздегі жегіштердей кім жейді екен жеу жағынан кірсегер рекордқа мін осылар бірінші кірмейді екен гиннестің кітабына жазатындар жегіштің қайда екенін білмейді екен ай маңнан басып маңғыстау даласында парқатжан керіп кеуде қағасың ба алыстағы айтысқа бір бармайсың бұл бетіңмен абырой табасың ба ал енді ауылыңа келе қалсақ жеңемін деп жағадан аласың ба ер жігіт үйде туып күзделмей ма бірақ оның бұл ой жоқ санасында бабаларым жауларын іздеп барған ауылдың жата бермей арасында бірақ сен бөрі емес күшік құсап олжаңды үйшігіңнен табасың ба шалғайдағы шабыста ат оздырған адайдың жігіттері бар осында алыстағы айтысқа бір бармайтын мынау адай дегенге нанасың ба жоқ әлде сен адайдан қашқан кезде түркіменнен қап кеткен баласың ба
Sen nege darınıma küdük kıldın? Oğuluz köleminin aspasam da men talay maqtalardı quruq bildim. Jurt bozap ata akşam mansap bulmay gündelik el qadarlı жүріп тұрдым. Осында айтыс болады дегенді естіп додаға қос білекті тұрып кірдім. Даңқыңның бес тиынға қажеті жоқ, халқымның намысы үшін шығып тұрдым. Арзамын осы отырған бір күніме, бір күнім табидымдай мың күніме, жекеге оқсатпен ең бірінші айлаға салып тұрсын түрліміне. Тоқтай деп теңеу айттың, одан кейін мен сенің таң қаламын тірлігіңе. Sen meni екеуіне ұқсатқанмен, екеуі ұқсамайды бір-біріне. Ай, Пархатжан сахнада тулап қалды. Ал оған жернестері шулап қалды. Сөзімнен ұстамақшы болды, біраз өлеңінің астында жұмбақ қалды. Қарағым арзан сөзге бара бермей, одан да айтпаймысың қымбаттарды. Ай, басыңа бермей отыр нарағың бақ, қымбаттықтың айтайын бәрін ымдап. Түшкірсе Түркияда емделетін түксүйген ченділердің жаны қымбат. Миллиардтарды қымқырған жемқорлардың түрмеге түспей тұғын тәні қымбат. Есесіне бір байқұс сотталады, көмірдің бірақ мөше қабын ұрлап. Өз шөбіңнен өсірген дәрі қымбат, өз дәнінен өндірген наны қымбат. Өзіміздің далада шалқып жатқан бензин газ бейберекет тағы қымбат. Өзімізден шығатын өнімдердің неге бұлай екені әлі жұмбақ. Есі дұрыс қоғамда болу керек, адамның ұятымен ары қымбат. Ал мынау біздің қоғамда керісінше ар ұяттан басқа бәрі қымбат. Ай, мен емес жақсы сөзді сараламас, сен емес ақындарды бағаламас. Пархатыным жырласа шулайсыңдар. Емеспін әшейін отқан қаралағаш. Әділдікті жақтайтын адайларым екеумізді бөле жарым адаламас. Жаныма жақсы жырды серік қылам, найсаңғай намысымды берік қылам. Бұл жаққа бірінші рет келіп едім, оянды сіздер жақты көріп күмән. Улаған Каспий теңіз жағасында көмейіңе кетеді толып бір ән. Жеріңнің асты да бай, үсті де бай, ұрпағың өседі екен болып қыран. Ағайын Алазерге қошаман бол, қонақ боп әлі талай қонып тұрам. Сіздерге деген ыстық сезімімді екінші рет келгенде толықтырам. Каспий деген банктен кредит ап, Каспийге дем алуға келіп тұрам.
Маңғыстау сенен ғана бақ табамын. Айттың ау қымбатшылық жайында сен, қолыңа домбыраңды ап қарағым. Сөздерің арзан қолдау боп кетіп еді, дұрыс болды сезімхан тоқтаған. Өлке батыр еді биеді, адамдары адалдыққа бас иеді. 360 әулие бар бұл елдің, 365 күні де киелі. 700-бен шекарамыз бекінді, мұнайымен қала соқтық не түрлі. Батыстағы мұнай делген Маңғыстау, қазағымның банкоматы секілді. Ақындардың көмейінден жырғынсын, барлық ақын адаяқтай ұмтылсын. Алағайын осы менен аман бол, бақшаларың күннен күнге олқырсын. Барлығымен кеселінде іңгәләм, ұлтқа ұран болатығын ұлттырсын. Айтыс болып жатқан кезде елімде, дей алмаймын саған парқат еңілме. Осы менен сен аман бол бауырым, менен басқа ақындардан жеңілме. Ақындар өзінің уақытын мөлшерлеп 20-25 минуттың көлемін айтып отырсыңдар. Бұл сөзді бастаған аржағында тұрған Фархат Мұсаев, Маңғыстау. Тоғыз. Шоңайып, Сезімхан, Алматы қаласы. 3-10-2-9. Ал көрімімізді келесі шығатын ақындардан ұқтап беріңіздер. Мына жерден жеребені тартып. Тағы бір өберіңіздер. Әйксенім. Тағы бір кісілеріңіз. Бұл не аңдар болды? Үй жұмын келдің ба? Рахмет. Алды болсын. Ортаға шығайында тұрған ағын Алматыдан келіп тұр, Қазақ ұлттық университетінде физика пәнінің мұғалімі Қазірет Бердіхан. Қазіретпен айтысатын осы Маңғыстаудың қызы Жанар Айлашева. Ай келген қонақ маңайға қарай қалса, түрлі теңеу түседі сәл ойланса. Шүбәді жіптің түйенің етін жесең, маң-маң басып жүрмейсің қалай нарша. Теңізге тегін түсіп шомылған соң, ақшашта түспейді екен самай қонша. Есіңнен шығармайсың өткеніңді, ескерткіш ерекше көп маңай болса. Сондықтан шабытымыз бөлек боп тұр. Көрсем де Алматыда сарай қанша. Жаңалық емес бұл заңдылық қой. Бақыттанбас шаттықтан қан айналса. Жырлап отқан сарайым абай болса, тыңдап отқан ағайын адай болса абай. Ай қайран қалам жеріне бұл қазақтың, қазығыңды қалайша құмға қақтың. Құдаланы
ортаны қорғаса себебі бар. Мейірі түскен өлке мұнда хақтың. Сезем ата қойнынан тарихтың сырын ұқсан қызығып қызғанат кім. Сүйін қара шодан мен қонай батыр, жауларыңды құлатып құздан аттың. Қайғылар мен сәйкілердің жұртына кеп, ұлылыққа бастайды із қараппын. Маңдай терім төгілсе тамшылыдай, таңдайды тарихпен тұздамақпын. Баянсыздық белгісі жылғалыдай, жырдың оғын келіп тұр жылдаматқым. Қай жеріңді айтайын Маңғыстауым, Маңғыстау мекенісің мыңға жаптың. Алақандай жүрегін тебіренттің ғой, Алатаудан кеп тұрған бір қазақтың ай. Ай жүрегінде жыр бар деп тастан, бәйгеге батыс жұрты қосқан бастан. Армысың жанар деген жас жеңеше 32 дейтұғын асқан жастан. Қалайлар айтарын айтып болып, осы жаста қоштасуды қостап жатқан. Айнұр мен Сарадай әпкелерің бұл күнде зейнет жастық жастап жатқан. Карима, Маржандайын ақындарың 20-сында жүйрік боп жас барлатқан. Аяқ асты айтысқа қайдан шықтың, аян келген адамдай аспан жақтан. Сенің бұл әрекетің таң қалдырды, жарыстың жаңа заңын ашқал жатқан. Басқалар Аллаху Акбар айтып жатса, бір өзің бісміллә деп бастап жатқан. Ал енді бір төгілші жырыңменен көзіңізден айналдым күлімдеген. Кристалдай кіршіксіз кірпігіңіз жер тербеген үкідей дірілдеген. Қара көзіңе қарауға дәтім бармай, жанарыңның жатқандай түбінденем. Қызыл ердің қызғанып көрсетпейді, жаралды тісің неден, тілің неден. Алағайым қолда болса, бүгінгі күн жақсы бір айтыс жасайын, қызың менен ай. Иманды жан Аллаға сыйынады, содан соң харам заттан тыйылады. Жар болса бүгін маған бір Аллажан, көмейден күміс өлең құйылады. Ағайын қалың жұртым қолдаса егер берейін, өлең жырмен сыйын әлі. Жігіттің жолы болар жеңешесі алдынан шығып сірә қиылады. Ал егер жеребеде жол болмаса, батыстың батыр қызы бұйырады. Әппақ нұр ақтауымның таңын алады, шапшаң жыр баяу әуен шаңын алады. Жанар қызы күлімменен шағып алады, балына өлеңінің малы балады. Бұл 32 жасқа келген ақын тісіңді 32 қағып алады. Бісміллә сөздің басы қақ ойладым, бір бекет дем бере көр әлай барым. Ақтауда бір
жинады қазағымның бар аймағын. Менде сол дүбірдесіп діңкем құрып үйімде жайдан жай бір қала алмадым. Мекені ағыздар мен абыздардың талассыз киелі өлке саналғаның. Қашаған Қалнияз бен Абылақтан кетеген кілеңдірдің санай бәрін. Қапбай мен Құлшар Шаңғыл есірлердің күйлерін қазынам деп қолайладым. Әндерін жеті қайқы жерден жеткен қиқулап тамырымда қан ойнады. Шақшабасы жәуміттерге дес бермеген сүйекем лабақ шотан шабайларым. Тұяғы дүбірлесе көк мойнақтың алаштың дірілдейді әр аймағы. Құлзымнан сұңқылдаған аққу едім жырласам жанарымды ораймамын. Қыз дәурен қызыл шарқат байлаған жер басына бес шоқының қарайладым. Туған жері төркін деп бұл қызың келді, сендерді сарыарқада сан ойладым. Отпанға отын жаққан татулықтың армысың ата гүлдік адайлар. Біздің ел дәрпі бөлек асқақ текті, тұратын айбынымен жасқап көкті. Аламан айтыс жасап 11 жылда тоғжанып той жасауды мақсат депті. Ақтан бері ақынымыз Меліс ағам бүгінгі жыр керуенін бастап кетті. Елбасының мақаласын айтысқанда рухани жаңғырғаның жақсақ депті. Рухтанып қаламызда даламызда атағы алталаштың асқақ кетті. Мысалы біздің бейнеу жаңғыруды әкімін жаңғыртудан бастап кетті. Өлеңді өміріңе азық еттің, және де домбыраны қазық еттің. Кім білмес ержан науан қазреттерді ғапылда соның білімін азық еттім. Аты да заты да бір ерекшелеу сен өзі нағып жүрген қазіретсің. Ай қазіретті қасындағы жігіт көрсей, күңіренбей қасыма күліп келсей, 32 тісімді қағам дейді. Алдымен жағдайды біліп көрсей, өзімен де жұлатын тіс қалды ма, әуелі аузыма кіріп көрсей, барлығын қанға сатып нағыласың, құрт жеген бір екеуін жұлып берсей. Әрі қарай жалғар болсам, әзілдәрі ашылсын ойдың жаңа қауыздары. Мемлекеттік іс емес, менің тісім мәселенің басқада нағыз мәні. Қоғамның тісіммен бір түгендейін, ақынның сол емес пе әр ұжданы. Азуы алты қарыс еледік қой, бөрідей көк қылған аңыздағы. Жемқорлық желгі құрттай жабысып тұр, маржандай тісіміздің нағыз жауы. Мәңгүрттері қоғамның тіл білмейтін қаңғұрттары емес пе азудағы. Ұртыңа бататығын ұры түстер бауырыңа оқ атып бауыздады. Орында жоқ түстер оралмаған қандастардың арманның арыздары. Ақылды сақсақалдар аман болсын, алаштың жол көрсетер абыздары. Тек әйтеуір қас қатыс мықты болып тұр, бас қатыстен ерекше маңыздары.
тұрса орнында ағзаңа сол емес пе нағыздары. Бос адам керегі жоқ бұл қоғамға, босаған тіс секілді ауыздағы уай. Ай, асқақтап айта алмасам өзімесін, астарлап айта алмасам сөзімесін. Келгенде Маңғыстаудың даласына екі бірдей теңізге кезігесің. Біріншісін қолмен ұстап көзбен көріп, екіншісін көңілмен сезінесің. Бірі Каспий, ал бірі Кекілбайым, Әбіш қой әдебиетте теңіздесің. Елеген шығармасын оқығанда еріксіз егілесің, езілесің. Қалам менен билікті қатар ұстап, ел болуға қосып ек өзілесің. Көзден кетті көңілден суытпайық, жақсының атына шаң жуытпайық. Саясат айдынында елбасымыз тәуекелмен келеді мініп қайық. Күн ертең меншікті мерекесі, теңізге құйған суды сұрыптайық. Әбіштің баласына ақыл айтқан Кекілбайым, Әбішті ұлықтайық. Абылайдың нар тұлғасын жырлағанда Бұхардың алтын басын ұмытпайық ай. Ай, біретке салар іші пысқандықтан, асалмас мысық тілеу мыстандықтан. Тек жаманды ойлайтын адамдар бар, көздері көрмей қалған іштарлықтан. Уақыт ең бірінші солардан сақтанайық, емдемесең түседі тісқан құрттан. Жаңғыру жайлы мен бір сөз қозғайын, құралған парасатпен ұстандықтан. 91-де рухани саяси жаңғырғанбыз, нарық кеп қос бүйірден қысқандықтан. Економика жаңғырды 2000-да, дамыл таппай дамуға құштарлықтан. Жаһандану деген сөз жалпымаған жыландай елестейді тышқан жұтқан. Сондықтан рухани жаңғырсақ деп, жұтылып кетпеу деген тұспалды ұққан. Елбасы елін қалай жақсы көрмес, сақтаса сырттан келер дұшпандықтан. Үш ұйықтасаң түсіңе кірместей қып, 300-ді қасқағында үш жаңғыртқан ай. Жанардың сұлулығы айдан анық, ғашық болмай біз енді жай қаралық. Жеребеге мың алғыс айтып тұрмын, қанжығама қызыл түлкі байлап алып. Жанар саған айтатын жақсы тілек, адайлардың жігітіне сай боларлық. Еркек байғұс бір алтын алу үшін соқпайды қарабасын қайда барып. Ал әйелге бір емес үш алтынды алуға мүмкіндік бар айдан анық. Бірінші алтын ол деген алтын босаға келеді ақ жаулығын байлап алып. Екінші алтын ол деген алтын құрсақ, ол менен қыз ниетке сай жаралып. Жанара осы үшеуін түгел алсаң атағың қонбайды ма айға барып. Қай алтынды алсаң да сен бірақ та ұмытпағын, менің айтқан сөзіме сай қаралып. Қай алтынды алсаң да аласың сен еркектердің допинігін пайдаланып ай. Бұл жанар ақ көңіл ғой, асау емес, жүрегі жұмсақ еді, қатал емес. Әзіл қалжың айтқаныма ренжіме, жеңгемсің ғой сен менің апам емес. Адайдың батыр қызы аямайды дейді, керейдің жігіті де осал емес. Тарихқа соқпақтап салайымыз, тегімізді таныту бар ойымыз. Бөрігеуде керейдің баласы едім, азаттық деп ағарған самайымыз. Кешегі Оспан менен Зұлқаларды тарихтан танисыз талайыңыз. Қырсық керей дейді ғын атымыз бар, тау тағысы секілді жабайымыз.
бұқарға да бұрылмай кеткен екен. Кешегі Ержанбек ағайымыз, біздерге еркіндік пен ерлік қымбат, қызық емес сапалдың сарайыңыз. Сіздермен ұқсас жерім осы ғана, тезге түспес тентектік маңайымыз. Адайлар кіші жүздің керейі ғой, біз деген орта жүздің адайымыз. Мұнайлы Маңғыстаудай кең даланың отырысын кезіктіріп кермаралын, қалпақпен бірақ ұрып жеңемін деп отырысың. Сен де осылай, сен де жаным. Қолдаса көкте Құдай, жерде адай, мен қалай ел алдында жер боламын. Қаламқасы апамыз бар, елге мәшһүр, сондықтан баһадүрдей өр боламын. Тіс түгіл тіліңді де жұлып алар, бопайды сіңілісіңнен болар. Туғанда сөзбен түйрер ұтымды шақ, ашылар ақынына бүкіл құшақ. Отырып сол жағында бүкпелейсің жүңғыртқан жұмыртқадан жұтыр құсап. Жармасып етегіме қалмадың ғой, балақтан басқа шапқан үтір құсап. Қайным-ау қасымдағы көріктерің, бірақ та жөн болмады желіккенің. Мен сені саналуға санап жүрсем, сен өзі ақымаққа серікпедің. Айналма қойылсайсың, шырайын алған айтыстың, мұндай түрін көріп педің. Сойылдың сойқан асты мұңын айтып жүрегін, бұқараның ерітпедің. Еркектері елдің сөзін сөйлеу керек, суырып сұлу тіркес теріп керім. Әйтпесе Алматыдан Маңғыстауға жеңгенмен ойнау үшін келіп пе. Қосылдым қос қуаныш арман әнім, соларға өмірімді арнағаным. Кешкісін кітап қалам қолым алып, солардың кеудесіне шам жағамын. Білімге құштар болып өссе деймін, құятын миға қуат, жанға жалын. Бірақ тау кітап ашсам білім емес, кеткенге қате теріп арланамын. Тауып бір сөйлемнен екі қате отырып, авторларға шамданамын. Мысалы, екі оқитын менің балам есебін шығарады нән баланың. Сүт сатқан саға дейіп сөз алған соң бас қатқан заман болды барма малым. Біздегі министрлер реформашыл көрмедім, ортағысты жалғағанын. Әр молдау білгендерім оқи берсе, мен қалай болашақта жанданамын. Сөз қылсам білім жайын мектептегі ертеңге жалғасады салған әнім. Үйдегі әйелдерден ақылы кем, төрдегі төрелерге қандай
бала